Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен арнайы таңдалып алынған тақырып француз тілін не үшін үйренемін деген тақырыпта сөз қозғағым келіп отыр. Жалпы мен инстаграмда опрос жүргізген кезімде көпшілік адам француз тіліне қызығатын болып шықты. Оның себебі француз тілінің дыбысталуында екен, яғни звучаниесі ұнайды екен көпшілігіне. Содан бөлек бір қатар пайдалы ақпараттармен бөліскім келеді осы француз тіліне байланысты. Ендеше менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Әлемде 200 миллион адам осы француз тілінде сөйлейді екен. 29 елде француз тілі мемлекеттік тіл болып табылады. Бұл дегеніміз көптеген елдерде кеңінен осы француз тілін білетін болсаңыз, барып смело жүре берсеңіз болады. Және Біріккен ұлттар ұйымындағы негізінен қолданылатын 6 тілдің бірі болып табылады. Және көптеген үлкен компанияларда, әлемдік деңгейдегі ұйымдарда осы француз тілі қолданылады. Сондықтан да егер карьера жағын қарастыратын болсаңыз, бұл француз тілін білу сізге қосымша өте үлкен бонус болып табылады. Француз тілін үйренудің тағы бір себебі ол әлемдік туындыларды түсіну үшін. Біздер білеміз, көптеген ақындар және де ғалымдар, ұлы адамдар осы француз елінен шыққан. Олардың туындыларын өз тілінде, яғни оригиналынан оқу үшін, түсіну үшін осы француз тілін үйренуге тағы бір себеп болады. Тағы да бір себептердің бірі ол менің ойымша білім алу. Яғни егер де біліміңізді жаңа ақпараттармен тіл үйрену арқылы толықтырғыңыз келсе, онда осы француз тілін үйренсеңіз болады. Абай атамыз айтқандай, бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың. Саған тіл үйренген көптеген мүмкіндіктерге жол ашады, мемлекеттерге жол ашады. Сондай-ақ сіздер француз тілін оқу арқылы ондағы университеттерге оқуға түсе аласыздар. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.